Сәлем достар, сендермен бірге мен Нордик KZ. Бүгін біз Акинатор деген ойынды ойнайтын боламыз. Яғни біз Акинатор деген жиынның қойған сұрақтарына жауап беретін боламыз. Бүгін бірақ біз оның сұрақтарына жай ғана жауап бермейміз. Біз оның сұрақтарына кері жауап береміз. Яғни оның қойған сұрақтарына қате жауабын белгілейтін боламыз. Ал енді біз бастайық. Нет, бізге қазір сұрақтар керек, достар. Қазір достар, мен тауып олайын. Достар, біз қазір бастайын деп жатырмыз. Ваш персонаж из реальной жизни дейді. Достар, бірінші сұрақ. Да, не знаю, нет. Мен өзімді сипаттайтын боламын, бірақ та мен ондай да бола қалмаңыздар. Мен керісінше жауап беретін боламын, достар. Мен өзімді сипаттаған сияқты болғанымен, бірақ өзімді керісінше жауап беретін боламын. Нет дейміз, себебі мен реальный жизньдемін, бірақ мен керісінше жауап беремін. У нашего персонажа есть голова. Менде бас бар, бірақ та мен керісінше жауап беретін болғандықтан нет. Ваш персонаж говорит? Нет. Жоқ. Есть ли у вашего персонажа лоб? Сенің персонажында лоб бар ма дейді. Достар, мен аудара алмай қалдым ғой. Жайт, достар, мен қазір я не знаю деп белгілеймін. Ваш персонаж низкого роста. Мен өзімді айтатын болсам, мен орташамын. Өте ұзын деп те айта алмаймын өзімді, мен өте қысқа деп те айта алмаймын. Бірақ біз керісінше жауап беріп болғандықтан мен өзімді енді өте қысқа деп ойламаймын, сондықтан ұзын болуым керек. Ал мен да деп белгілеймін керісінше қылып. Ваш персонаж был в космосе. Мен енді космоста болмаған, бірақ керісінше әрине сенің персонажың космоста болған ба десе, әрине я. Ваш персонаж с планеты Эндер. Жоқ. Менің персонажым Эндерден емес. Планета Эндерден емес. Эндер деген планетаның мен не екенін де білмеймін, қандай планета екенін де білмеймін. Сондықтан мен да деп белгілеймін. Я деп белгілеймін. Ваш персонаж сочинил и пел песню Baby. Сіздің персонажыңыз айтты ма? Тыңдады ма? Baby. Мен тыңдағым енді. Деп ойлаймын, кішкентай кезімде енді анам, мамам айтқан шығар маған. Бірақ мен өзім айтқан жоқпын. Яғни жоқ болады, бірақ мен да деп белгілеймін.
У вашего персонажа розовые волосы. Жоқ. Мен бірақ керісінше жауап берем барлығына. Сондықтан да достар, мен өзімді шын деп белгілеп жатқан жоқпын шынында. Мен өзімді керісінше жағынан белгілеп жатырмын. У вашего персонажа розовые волосы. Мен да деп белгілеймін өзімді, бірақ осылай белгілеу тура келеді, достар. Ваш персонаж использует гитару как оружие. Мен гитараны енді оружие пайдаланбаймын енді, мен өзім. Қаруда пайдаланбаймын. Бірақ керек болса қаруда пайдаланасың ғой, достар. Бірақ енді біз да деп, иә деп белгілейміз. Қазір жауап шығады. Я думаю, это Фердинанд. Полнометражка Том и Джерри. Мәссаған, достар. Маған осындай керемет мүлдем айта алмаймын, достар, енді. Маған қандай рөл берген. Том и Джерридегі Фердинанд. Ең алғашқы кездегі Том и Джерридің осы итті беріпті. Яғни өзімді керісінше белгіледім. Да деп белгілеу тура келеді, өйткені мен мынандай емеспін, бірақ мен керісінше жауап беріп, сондықтан да деп белгілеймін. Отлично. Вы только что получили Аки-приз стандартный и получаете 100 джинни. Последний Аки-приз за данного персонажа был выигран назад. Удвоить бонусы, просмотрев видео. Нет, достар, біз ондай белгілемейміз. Маған 100 джинни беріпті, оның не екенін де білмеймін, достар. Мен бұл ойынды бірден жаза салысымен ешқандай үйренусіз, білусіз бір адамның видеосынан көрдім де, бірден жаздым да сіздерге осыған видеоны түсіріп, бірден көрсетіп жатырмын, достар. Егер де сіздерге ұнаса, мен келесіде басқаша челленджбен, акинатормен сұрақтарына жауап беретін боламын. Мысалы, тек қана я деп жауап берем, тек қана жоқ деп жауап берем деген сияқты, мысалы. Немесе тек қана не знаю деп жауап берем деген челлендждерді түсіретін боламын. Егер де сіздерге ұнаса осы видеоға лайк басып кетіңіздер, және де каналға тіркеліп кетіңіздер, осыдан жаңадан шыққан қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін. Менде әлде өте көп қызықты видеолар шығады. Бұл тек бастамасы. 2021 жылы мен көп видеолар шығаратыныма сенімдімін. Сіздермен бірге болған мен Нурдик KZ. Жақсы, сау болыңыздар.